Оралхан Бөкей атындағы Қазақ орта мектебінің 3-ші Б сынып оқушысы Жеңіс Ильяспын. Ал мен Ағзам Медетпін. Біз бүгін сіздерге ғылыми жоба тақырыбы су тапшы аймақтарында су өндіру әдісін көрсетеміз. Біз қазір сіздерге дистилляция әдісі арқылы су өндіру практикалық жұмысын көрсетеміз. Бұған керекті заттар: көлеңке жерден алынған дымқыл топырақ, пластикалық ыдыс, пленка және шелек. Практикалық жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен көлеңке жерден алынған топырақты шелектің ішіне саламыз. Ал сосын ортасына пластикалық ыдысты саламыз. Бірінші қазып аламыз қолмен. Ал сосын сыртын пленкамен жабамыз. Şimdi пластикалық бос ыдысты ортасына саламыз. Ал сосын оны пленкамен жабамыз. Сосын ауыр тасты шелектің ортасына дәлдеп қоямыз. Ал сосын біздің шелегімізді терезенің алдына бір күнге қалдырамыз. Ал енді осы тәжірибенің нәтижесін күтеміз. Бұл біздің практикалық бөліміміздің соңы. Қазір біз сіздерге дистилляция әдісі арқылы су жинау әдісінің нәтижесін көрсетеміз. Көріп тұрғанымыздай, біздің пленканың ішінде тамшылар пайда болды. Енді біз бұл шелектегі ыдысымызға су жиналды ма, жиналмады ма, оны сіздерге ашып көрсетеміз. Міне, сіздер көріп тұрғандай, бұл ыдыстың ішіне аздаған су бар екен. Яғни дистилляция әдісі арқылы су алуға болады екен.